баламыз бізде қазір 1 айлық, Әмір деген жігіт келіп тұр. Сөйтіп балаға көп ықылық тиді екен, сөйтіп баланы не істеген? Скорыймен алып кетіп тұр ғой. Ауруханаға алып кетіп тұр, салқын тиді деп. Енді қазір мен баланы қарадым, баланың іші үлкен болып тұр. Ол бір көп құсады екен, шамалы қозғалған кезде аузынан сүті шығады екен. Салмағы жақсалып келе жатыр, бірақ үстінен қосымша сүті қосылған екен. Енді мен қазір анасына, апасына түсіндіріп отырмын, бұл жерде артық бала еметін болса, ол артығы баланың тамағына келіп тұрады. Шамалы изжога сияқты болып тұрады да, ол ықылықты шығарады. Сондай кезде, бірақ ол салқын суық тиюге жатпайды негізі. Оған жатпайды. Қателесіп, баланы ауруханаға жатқызып, бостан бос уколын салғызып жүрмеңіздер, өтініш жарай ма?